Ізгі жаннан адам жүрегі дәрежесіне қарай нешеге бөлінеді деп сұрапты бірі. Сонда ол: дәрежесіне қарай 7 түрлі жүрек бар. Олар: өлі жүрек, ауру жүрек, ғапылдыққа түскен жүрек, қатайған жүрек, сау жүрек, мойынсұнған жүрек, орныққан жүрек, деп ашықтап жауап берген екен. Имансыздардың жүректері өлі жүрек, нәпсінің жетегінде жүрген мұсылманның жүрегі ауру жүрек, ақиқаттан алыстап күнә жасауға құмартқан пенденің жүрегі ғапыл жүрек. Имансыздық пен күнә істеуге шектен шығып, қасарысқан, ақиқатқа есігін жапқан, Алла әмірін естімеу үшін барлық күшін салған пенденің жүрегі қатайған немесе мөрленген жүрек. Соқыр наным-сенімнен, жиіркенішті әрекеттерден және дүние құмарлықтарынан арылған жүрек сау жүрек. Шынайы ықыласпен Раббысына бет бұрған, әмірлеріне бас иген, одан қорыққан жүрек мойынсұнған жүрек. Алладан қорқып, оған ғана құлшылық ететін, үнемі оны зікір ететін, жан дүниесі тыныштық тапқан жүрек орныққан жүрек. Сахаба Әбу Хурайра: жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Ал егер патша нашар болса, әскері де нашар болады. Ал пайғамбарымыз: адам денесінде бір бөлік ет бар. Егер ол түзу болса, бүкіл дене дұрыс болады. Ал егер ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады, деген екен. Сондықтан болар Алла тағала Құран кәрімде жүрек жайлы 132 жерде айтқан екен.